Саламатсыздар ма? Здравствуйте. Козлов Владимир Иванович, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 235 бабының 1 бөлігінде, 164 бабының 3 бөлігінде, 170 бабының 2 бөлігінде көзделген қылмыстық әрекеттерді жасаған үшін кінәлі деп танылып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 235 бабының 1 бөлігімен мүлкін тәркілеумен 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 164 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 170 бабының 2 бөлігімен 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 58 бабының 3 бөлігін басшылыққа алып, жеңілдетілген жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру жолымен түпкілікті мүлкін тәркілеумен 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жаза өтеу орны түзеу колониясының жалпы режимі деп белгіленсін. Аминов Ақжанат Меңдібаевич Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 235 бабының 1 бөлігінде, 164 бабының 3 бөлігінде, 170 бабының 2 бөлігінде көзделген қылмыстық әрекеттерді жасаған үшін кінәлі деп танылып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 55 бабын қолдану арқылы Қылмыстық кодекстің 235 бабының 1 бөлігімен 3 жылға бас бостандығынан айыру, Қылмыстық кодекстің 164 бабының 3 бөлігімен 5 жылға бас бостандығынан айыру, Қылмыстық кодекстің 170 бабының 2 бөлігімен 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 58 бабының 3 бөлігін басшылыққа алып, жеңілдетілген жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру жолымен түпкілікті 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сапарғалиға тағайындалған жазаны шартты деп есептеп, 3 жыл сынақ мерзімі белгіленсін. Шартты түрде сотталған Сапарғалиға пробациялық бақылау белгіленсін және шартты түрде сотталған жазасын бақылауды жүзеге асыратын мамандандырылған мемлекеттік органға хабарламай тұрақты тұрғылықты жерін жұмыс орнын өзгертпеу, көпшілік жиналатын орындарға бармауы жүктелсін. Сапарғалиға үкім заңды күшіне енгеннен кейін 10 күн мерзімде Алматы қаласы Әуезов аудандық қылмыстық атқару инспекциясына барып есепке тіркелу міндеттелсін. Жаза өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Жазаның орындалуы Алматы қаласы Әуезов аудандық қылмыстық атқару инспекциясына міндеттелсін. Сапарғалиға қолданылған қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасының күші жойылып, ол сот жолынан дереу қамаудан босатылсын.